Сәлеметсіздер ме, құрметті нәрөздарым. Сендермен бүгін 9 сыныптың 5-ші бөлім өтеміз. Зат тасымалдануы деп аталады. Еске түсірсек, 8 сыныпта біз қан айналым жүйесін өттік. Сонымен қатар бізде фотосинтез кезіндегі тасымалды өттік, флеймоксилема деген сияқты барлығын өттік. Ал бүгін біз одан әрі тереңірек өтеміз. Бүгінгі тақырыпта флеймоксилема кішкене айтылады, себебі біз мюнх тәжірибесін өтеміз, иә. Сонымен қатар біз көбінесе жасушадағы тасымалда өтеміз. Яғни жасушалар қалай заттарды сіңіреді, тасымалдайды, оны өтеміз. Егер сіздер мені бірінші рет көріп отырсаңдар, менің атым Ерік Әділ, осы YouTube каналының, Рибосом KZ каналының авторымын, мұғаліммін, балаларға, жас түлектерге биологияны түсіндірем, мектепте түсінбейтін биологияны түсіндіріп берем, ұбт, бжб, тжб секілді тест экзамендерге дайындаймын. Менің видеоларды қарап, сіз кітаптағы үлкен ақпаратты тез әрі қысқартылған түрде өте аласыз. Ал енді бастайық. Жалпы мембрана транспорттық қасиеті дегеніміз, яғни транспорттық бұл тасымалдау. Бір жерден басқа жерге апару, немесе бір нәрсені өткізу. Бізде мембрана жалпы жасушаны қорғайды сыртында. Ол есік сияқты. Есікті ашқанда бір заттар ішке кіреді, немесе сыртқа шығады. Біз мысалы қарапайым адам тамақты жегенде аузымен сіңіреміз, ауыз қуысымен жұтамыз деген сияқты, иә. Анал тесігімен сыртқа шығарамыз, немесе қуықпен зәрді сыртқа шығарамыз деп айтуға да болады. Бөліп шығарамыз. Сіңіреміз, бөліп шығарамыз. Бұл тасымалдау. Қарапайым қан айналым жүйесіндегі қан жүректен айнайды, сосын қайтадан келеді, қан айналым шеңберлері, осының бәрі, иә. Және жасушаның өзінде бар. Бұның бәрі плазмалық мембрана арқылы болады. Оны біз өткенбіз жалпы 9 сыныптың бірінші видеосында. Және осы плазмалық мембрана арқылы сыртқы ортадағы заттардың кіріп шығып, яғни сіңірілу әрі бөліп шығару қасиеті концентрация және қысым арқасында болады. Иә. Және осы процесс транспорттық қасиет болған кезде бізде жалпы осы концентрация мен қысым өзгереді. Енді мембрана арқылы қандай заттар кіреді? Мысалы, біз органикалық заттармен қоректеніп отырсақ, мембрана арқылы бізде оттек, су, көмір қышқыл газ, натрий, калий, хлор иондары, сонымен қатар тұздар және глюкоза тасымалданады екен. Енді қараңызшы, глюкоза жалпы бізде органикалық зат, үлкен молекула, қиын күрделі зат, бұл полимер. Сол үшін мембрана арқылы қиын өтетін, тасымалданатын зат бұл глюкоза. Қалған бәрі бұл химиялық элементтер, қосылыстар, олар жеңіл өтеді. Және мембрана арқылы тасымалдау кезінде бізде міндетті түрде энергия керек қой, себебі ол жұмыс, бұл еңбек. Сол үшін, иә, біз білеміз, жасушаларда жалпы энергия бізде АТФ түрде болады. Иә, жалпы энергия тасымалданады, жалпы энергия жұмсалады осы кезінде. Мен айтқан ауыр қиын молекулалар, яғни мысалы қарапайым глюкоза, бұл органикалық зат. Олар бізде тасымалдау кезінде энергия жұмсайды. Ал қалған жеңіл заттар, мысалы қарапайым су, ол жасушаға энергиясыз да тасымалдау мүмкін. Оны біз әрі өтеміз. Сенде де жалпы жаңа термин бар, гликопротеин. Бұл көмірсу мен нәруыздан тұратын мембрананың сыртқы бөлігі. Ол тек қана жануар жасушасында болады екен. Ал енді суретпен қарайық. Бұл суреттен шошымаңдар, енді 10 сыныпты өтеміз, бұл суретті толығырақ. Бірақ 9 сыныпта мен кейбір осы суретте айтайын. Жалпы біз сендермен мембрананы 9 сыныпта айтқанда, біз айтқанбыз, екі жағында сыртында липид, май болады. Иә, араларында бізде нәруыз болады. Нәруыз жалпы екіге бөлінеді. Біреуі транспорттық нәруыз, екіншісі жай нәруыз, бөлшек нәруіз, денешік. Оларды перифериялық нәруіз деп шатаспасам. Бірақ оған назар аудармаймын, себебі бұл 10 сынып. Алдыға қарай секіріп кетпейік. Біз жалпы бағдарлама бойынша сабақ оқу керекпіз, иә? Әлі өтеміз, уайымдамаңдар. Мен кейде қызықты ақпарат айтып тұрамын. Мысалы, мынау сурет кітаптарында жоқ. Енді қарайық, жалпы мына суретке қарасақ, гликопротеин деген сыртқа шығып тұрған зат тұр. Бұл көмірсу және нәруыздан тұрады деп айттық қой? Дұрыс айтамыз. Себебі қараңдар, мынау фиолетовый түсті домалақ өсінділер мембрана сыртында, бұл олигосахарид немесе полисахарид. Бұл полисахарид ретінде крахмал, хитин, гликоген деген сияқты, лактоза шатаспасам, иә, осындай заттар полисахарид, яғни күрделі көмірсулар. Иә, яғни айттық, сыртында өсінділер көмірсу болады, екі жағында май, яғни липид қабат болады, және араларында нәруыз. Осы нәруіз түтіктер арқылы бізде заттар тасымалданады. Болды, айтатын зат басқа жоқ. Енді қандай қызмет атқарады десеңдер, жалпы гликопротеин бізде тасымалдау қызмет атқарады, сонымен қатар қорғаныштық қызмет, және үшінші қызмет бұл сезгіштік, сезімтал қызмет атқарады. Жасушаға бір нәрсе жақындағанда, ол өзінің ұштарымен оны сезеді, жүйкелер сияқты, және жасушаны алдын ала қорғайды. Жүйкелі қызмет деп атауға да болады. Жалпы тасымалдау кезінде
осы мембрана сыртындағы полярлы липидтер, міне полярлы липидтер майлы қабаты, осының әсерінен бізде электр заряды пайда болады. Тасымалдау кезінде энергия болса, АТФ жұмсалса, міндетті түрде электр заряды өзгеріп отырады. Егер жалпы біз сендермен әлі алдыңғы видеоларды өтеміз, жүйке жүйесін өткенде координация реттелу біз әлі өтеміз оны. Және жалпы егер жасушаға заттар тасымалдаған кезінде заряды плюс-минус болып өзгеріп тұрса, бұл жақсы, бұл негізі өте жақсы. Себебі ол болса, жасуша тірі екенін көрсетеді, өзінің жұмысын жақсы. Егер ол өзгермесе, 0 немесе заряды бір ғана минус теріс болса, 10 заряд болса, солай өзгермей тұра берсе, жасуша өліп қалады. Себебі жойылады. Тасымалдау кезінде энергия міндетті түрде өзгеру керек. Бұл полярлы липидтер, яғни екі жағындағы полярлы липидтер арқылы болады. Келесі термин сендерде плазмалема. Плазмалема деп қарапайым сөзбен айтсақ, сол плазмалық мембрана ғой, бірақ сол плазмалық мембрананың бір бөлігі деп айтуға да болады. Плазмалема бұл қос липидті, яғни екі жағы майдан тұратын липидті қабаттан тұратын қабат, билипид деп атайды оны. Қазақша қос липид. Осы бөлікте тасымалдау жүзеге асады. Біз айтқан нәруыз түтіктері болады. Осы нәруіз заттар тасымалданып отырады. Интегралдық, транспорттық, перифериялық деп атайды. Міне. Жалпы плазмалемада процесстер болады. Енді тасымалдау кезінде әртүрлі заттар әр жағдаймен тасымалданады, белгілі бір бағытмен тасымалданады, белгілі бір күшпен тасымалданады, күш әрекетсіз, энергиясыз тасымалданады, түрлері көп. Плазмалемада болатын процессор бізде иондық сорғы, фагоцитоз, пиноцитоз, эндоцитоз, экзоцитоз және осмос. Осының барлығы тасымалдаудың түрлері. Алайда осының барлығы диффузиялық заңға бағыну керек. Диффузиялық заңы дегеніміз не? Сұрасыңдар. Диффузиялық заңы бұл жалпы мембрананың тепе-теңдігі ғой. Қараңдар, мембрананың сырты бұл жасушаның сырты, біздің қоршаған орта. Мембрананың іші бұл цитоплазма, яғни жасушаның ішіндегі барлық органоидтер, барлық заттар. Енді қараңдар, жалпы жасуша тірі болу үшін, барлығы тең болу үшін, оның сыртқы жағындағы және ішкі жағындағы екі заттардың мөлшері, пайызы, үлесі бірдей болу керек. Бұл концентрация деп аталады. Яғни егер мысалы мембрананың сыртқы жағында, яғни сыртқы ортада судың мөлшері көп болса, яғни су концентрациясы көп деген сөз. Ал ішінде сонда аз болады. Бұл диффузия заңы. Диффузия заңы бойынша жоғары концентрация бағытынан кіші концентрация бағытына өту керек. Нәтижесіне екі жағы тең болады. Яғни ығысу, бағыт өзгеріп ығысып кетеді. Мысалы, егер керісінше жасушаның ішінде көптеген токсиндер болса, олар сыртқа қарай бөлініп кетеді. Себебі жасушаның сыртында ішінде бірдей тепе-теңдікте концентрация мөлшері бойынша екі жағында тең болу керек. Сонда жасуша тірі болып қалады. Мысалы, қарапайым ретінде газдарды айтайықшы. Мысалы, егер сіздің бөлмеңізде духин иісі, парфюм иісі, бір темекі иісі болсын, бір сасып тұрса, сендер терезені ашып қойсаңдар, барлық осы жағымсыз иіс сыртқа қарай шығады. Тазартылған ауа ішке кіреді. Неге? Бұл да диффузиялық заң. Себебі сіздің бөлменің ішінде оттектің концентрациясы төмен болып қалады. Нәтижесінде ауадағы оттек ішке қарай кіреді. Ал ауада сіздің парфюмнің немесе бір сасық иіс болады ғой, соның концентрациясы біздің далада концентрациясы төмен. Сол үшін ол сыртқа қарай шығады. Нәтижесінде бір-бірімен ығысып тұрады. Бұл диффузиялық заң. Осы барлық процестер диффузияға бағыну керек. Ал енді процессорға көшейік. Бірінші процесс иондық сорғы. Иондық сорғы, ион дегеніміз бұл химиялық элементтер ғой, бір сөзбен айтсақ. Бірақ анау элементтер емес, мысалы темір десем, бұл қарапайым қолмен ұстайтын темір емес, бұл ион темірі. Мысалы эритроциттердің ішіндегі гемоглобин, пигмент ішінде темір бар. Ана темір емес, ана материалды қолданатын, жоқ, ол зиян ағзаға. Енді қараңдар, иондық сорғы ретінде, яғни иондардың тасымалдануы ғой, диффузиясы. Натрий, калий және хлор иондардың алмасуы. Жалпы жасушаға жаттап алыңдар достар. 3 натрий элементі сыртқа қарай бөлінеді, 2 калий элемент ішке қарай не істейді? Сіңіріледі. Яғни 3 натрий шығады, 2 калий кіреді, жаттап алыңдар. Әр қашан осындай натрий мен калий мөлшерлері болу керек. Моль саны деп айтуға да болады.
Неге натрий шығады? Себебі ол зиян. Жалпы натрий егер ішке сіңірілсе, ол хлормен әрекеттесіп тұз түзеді. Ал тұз бұл жалпы зиян. Қышқылдардың көбінесе құрамында тұз түзеді, иә. Калий бізде негізінен пайдалы. Қарапайым жүрек жасушаларын, қан жасушаларын айтсақ, калий бізде көбінесе қан тасымалдауына өте пайдалы. Бұл К витамині сияқты, дәрумен сияқты, филохинон дәрумен сияқты қан ұюына да қатысады, бұл өте пайдалы. Жүрекке пайдалы, сол үшін ол ішке сіңіріледі. Енді иондық сорғы дегеніміз қарапайым осы натрий мен калийдің сыртқа қарай, ішке қарай сіңіріліп, бөліп шығарып, яғни тасымалдауы. Келесі фагоцитоз. Фагоцитозды білесіңдер. Біз 8 сыныпта өткенбіз. Жалпы денедегі бактериялармен белгілі бір заттармен күрескенде сендерде фагоциттер, яғни антиденелер болсын, жоқ, антиденелер бұл басқа. Жалпы лимфоциттер, лейкоциттер, айттық қой. Лейкоциттер ол қан жасушалардың бір түрі, ол қорғанышты қызмет атқарады. Және фагоцитоз қызмет атқаратын сол жасушалар. Олар не істейді? Қатты бөлшектерді, какой-то бір қатты заттарды или же бактерияларды, тырағзаларды жұтып қояды да өлтіреді. Нәтижесінде денені қорғайды. Бұл фагоцитоз, жұтып алу қатты бөлшекті. Керісінше пиноцитоз. Егер қатты бөлшек емес сұйық зат, мысалы қышқыл, дәрумен, витаминдер, осының бәрін сіңіру болса, мембрана арқылы, плазмалема арқылы, бұл пиноцитоз, яғни сұйық тамшыларды сіңіру. Цитоплазмаға сіңіріледі, нәтижесінде пиноцитоздық көпіршіктер пайда болады. Сырттан ішке қарай сіңірілген витамин болсын, ол цитоплазмаға мембрана арқылы өтеді да көпіршікке айналады. Пупырчатый и кетеді солай. Осмос бұл пиноцитоздың түрі, бұл тек қана судың сіңіру. Су мен дәруменді салыстырсақ, немесе су мен қышқылды, әрине су өте жеңіл тасымалданады. Ол осмос. Көбінесе осмос өте жеңіл тасымалданады. Ал экзоцитоз, эндоцитоз болсын, бұл осы пиноцитоз, фагоцитоздың жалпы түрі деп айтуға болады. Себебі экзоцитоз бұл бір нәрсені сыртқа бөлу. Мысалы, фагоцитоз, әрине бұл тек қана жұтып алу. Пиноцитоз сіңіріліп алу, алайда осы процестер қайта болуы мүмкін. Мысалы, иондық сорғы екі бағытта қозғалады. Ол натрий мен калийді тек қана сіңірмейді, сыртқа да бөледі, иә? Сол үшін бұл екі бағытта қозғалады, ішке, сыртқа. Қалғандары мысалы тек қана ішке қарай. Сол үшін экзоцитоз бұл сыртқа шығару, эндоцитоз ішке сіңіру. Мысалы, фагоцитоз, пиноцитоз, осмос бұл эндоцитозға кіреді, ішке тасымалдайды, сіңіреді. Ал экзоцитоз бұл иондық сорғы. Бірақ иондық сорғы бізде екі бағыт болғандықтан ол и экзоцитоз, и эндоцитоз болып саналады. Суретте қарапайым мысалдар берілген, қарап алыңдар. Ал енді қалған тақырыптарға көшейік. Жалпы мен айтқандай, тасымалдау кезінде энергия керек. АТФ түрдегі энергия керек. Энергияны біз қайдан аламыз деп сұрақ туындаса, қараңдар. Жалпы жасушадағы тасымалдау екі түрге бөлінеді. Түрге дегенде екі жұмыс істеу механизмі бөлінеді. Белсенді және енжар. Енді белсенді кезінде АТФ энергиясы міндетті түрде жұмсалады, себебі ол өте белсенді жұмыс істей береді, мықты. Ол бізде нәруыз түтіктер арқылы заттар сіңіріп отырады, және оған бізде фагоцитоз, пиноцитоз пен иондық сорғы, міне осы үш процесс белсенді тасымалдау. Осы үшеуі мен айтқан процесстер, олар энергия жұмсайды, энергия керек. Сол үшін белсенді тасымалдау түріне кіреді. Жалпы концентрация градиенті болса, бұл тәуелді, бірақ алайда қарсы да жүру мүмкін. Себебі концентрация, мысалы пиноцитоз, ол тек қана сұйық заттар жетіспеген кезде ғана сіңірілмейді, ол жайдан жай сіңірілуі мүмкін. Энергия көп болғандықтан олар мықты, және олар диффузияға кішкене қарсы болуы мүмкін. Алайда олай болмау керек. Яғни мүмкіндігі шамасы жетеді, оның күші бар. Және белсенді энергия мықты болғандықтан ол қиын органикалық заттарды тасымалдайды. Ол амин қышқылдан, глюкоза, иондар деген сияқты. Екінші түрі енжар. Ол қарама қарсы түрі. Энергия АТФ жұмсамайды. Ол бізде нәруыз түтіктер арқылы емес, бұл фосфолипид арқылы, яғни май арқылы өте беретін, плазмалема арқылы өте береді. Осы фосфолипид арқылы. Фосфолипид бұл липидтер, яғни май мен фосфор иондарын қосылған қабат. Ол заттарды өткізе береді, оған бір энергия тасымалдау керек емес. Бұл негізі зиян. Себебі зиян заттар сіңіріле береді жасушаға. Жалпы бұл тек қана концентрация бойынша жүреді, диффузия заңы бойынша оған қарсы шыға алмайды. Себебі шамасы жетпейді ғой. Енжар түрі. Оған осмос және диффузияны өзі кіреді. Енді енжар бұл
такой шамасы жетпейтін әлсіз түрі болғандықтан ол жеңіл заттарды тасымалдайды. Ол бізде оттек, су молекулалары, майлар болуы мүмкін, барын сіңіріп өткізеді. Келесі процесс, сендерде фотосинтез деген процесі болды, ал енді транспирациямен танысайық. Транспирация жалпы бір сөзбен айтсақ, бұл жапырақ арқылы артық суды сыртқа қарай бөлу. Алайда, егер жапырақ суды бөлген кезде, ол көбінесе суды бу ретінде, газ. Сендерде реакция көрсетілген, яғни 2H2O бізде 2H2 газына, яғни сутек газына және оттек газына бөлінеді. Осы екі газ ауаға жай бу сияқты кетіп қалады. Ыстық бөлінгенде, мысалы, далада қат ыстық болғанда транспирация болады. Мысалы, қарапайым жапырақтарды ұстағанда, олар сулы болады, олардың үстінде көптеген судың тамшылары болады. Сулы болады, себебі су бөледі. Мысалы, әр күні тамыр арқылы сіңіретін су, бұл жалпы қоректік түрі ғой, қоректенетін түрі. Алайда артық су болса, ол оны бөледі. Транспирация кезінде әрине бұл қызып кетуден сақтап қалады. Даже қарапайым жапырақтар ұстағанда олар кішкене суық болып тұрады, себебі олар транспирациядан қызып кетуден жойылады, температуралар төмендейді. Бұл негізі жақсы. Транспирацияға әсер ететін фактор бұл ауаның температурасы, ылғалдылық, қысым қозғалысы, жарық пен лептестік саны. Жалпы бізде ауаның температурасы дегенде айттық па, ыстық болғанда транспирация керісінше мықты көп болады. Себебі қызып кетуден сақтайтын транспирация. Температура көтерілсе, транспирацияның мөлшері пайызы жоғарылайды. Ылғалдылығы, егер су көп болса, тоже транспирация көп болады. Себебі транспирация кезінде тек қана ыстықтан емес, артық суды бөледі ғой. Егер өсімдікте су слишком көп болып қалса, артық болса, өсімдік өліп қалады. Адам да тура солай. Сол үшін ылғалдылығы жоғары болса, бөледі. Ылғалдылығы төмен болса, әрине суды сақтап, транспирацияға сыртқа қарай бөлмейді. Келесі қысым қозғалысы, мен шатаспасам, қысым жоғары болса, тоже транспирация жоғары болады. Келесі жарық, жарық көп болса, ыстық болады ғой. Тура сол температура өзгереді. Сол үшін ол да әсер етеді. Келесі бізде лептестік саны. Алайда лептестік саны олай кішкене басқаша. Лептестік дегеніміз білетін шығарсын, 7-ші сыныпта өткенбіз. Лептестік бұл жапырақтың сыртқы қабатында эпидермисте орналасқан тесіктер деп айтуға болады. Олар бізде судың, ауаның сіңірілуіне. Жапырақтар осы лептестік арқылы суды, ауаны сіңіріп сыртқа қарай шығарып тұрады. Ол фотосинтезге керек, ол транспирацияға да керек, бұл лептестік. Жапырақта лептестіктер саны өте көп. Және олар ашылады, жабылады осы транспирация кезінде. Егер лептестік саны әрине көп болса, онда су бізде жалпы көп бөлінеді. Бұл логично, бұл түсінікті. Ал енді сыр қабық. Сыр қабық бұл как раз таки сол жапырақтардың, мысалы, далада ыстық емес, жарық жоқ, қысым төмен. Онда транспирация негізі болмау керек қой. Алайда кейбір өсімдіктер жайдан жай транспирация жасай береді. Себебі транспирация негізі әрқашан болу керек. Қандай жағдай болмаса да. Сол үшін көптеген өсімдіктер өліп, жойылып кетеді, қырылып. Алайда кейбір өсімдіктер өздерін сақтайды. Бұл көбінесе жоғары саттағы өсімдіктер. Жоғары саттағы өсімдіктер бұл біздің білетін жабық тұқымдар, ашық тұқымдар, споралы өсімдіктер, бұл бізде қырық буындар, қырық жапырақтар, плавандар кіреді. Басқа өсімдіктер кірмейді мысалы. Және осы өсімдіктерде сыр қабық деген сыртындағы жабын ұлпа, типа жапырақтың сыртындағы мембрана. Ол сол ол сол артық суды ұстап тұратын, сыртқа қарай бөлмейтін, яғни жол бермейтін зат. Сыр қабық арқылы көптеген өсімдіктер суды өздерінде сақтайды. Мысалы, құрғақшылықта өсетін өсімдіктер, оларға транспирация керек емес. Әрине ыстық болады, бірақ суды үнемдеу керек қой. Сол үшін суды сақтау үшін олар осы сыр қабық арқылы оны сақтайды. Келесі сендерде мюх тәжірибесі. Жалпы сендердегі селема өлі жасушалардан тұрады. Ол суды тасымалдайды. Ол бізде жалпы тамырдан үстіге қарай суды тасымалдайды. Ал флейма бұл тірі жасушадан тұрады. Ол органикалық заттарды жапырақтан керісінше тамырға астыға қарай өткізеді. Сендерде мюх деген ата осындай эксперимент тәжірибе жасады. Ол жалпы диффузия заңына бағынып, кішкене ғана қарап, осы түтіктер арқылы жалпы екі бочонок бар. Бочонок дегенде екі ыдыс. Және бір ыдыста сахароза, яғни қант өте көп, екіншісінде жоқ. Диффузия заңы бойынша осы екі ыдыстың арасында
қант мөлшері бірдей болу керек, диффузия заңы бойынша. Және ол осының арасында флоэманы қойған. Және флоэма осы қантты екінші ыдысқа тасымалдап диффузия заңын атқарды. Яғни флоэманың өзінде бізде диффузиялық заң жұмыс істейді. Қант концентрациясын жасады. Бірақ Мюнхтің пікірі бойынша осы концентрация, осы тасымалдау бізде тургордық, яғни судың қысымына байланысты. Оған тәуелді деп айтты. Алайда бұл елек тәрізді түтікшелерді ескермеген. Жалпы елек тәрізді түтікше бұл жалпы осы өсімдіктің сабағында орналасқан белсенді тасымалдау кезінде пайда болатын жалпы флоэма мен ксилема жылдамдығын арттыратын зат, түтікшелер, қосымша элементтер. Олар жалпы орташа 50-100 км/сағат жылдамдықпен заттарды тасымалдайды. Мюнх енді жалпы флоэма ксилема баяу тасымалдайды. Олар Мюнх айтқан, егер қысым, мысалы, қысым қандай болады, тасымалдау да сондай болады. Қысым жоғары болса, жылдамдығы жоғары болады, төмен болса, төмен болады. Бірақ та елек тәрізді түтікше әсерінен олар жылдамдығы қатты артып кетеді де, флоэма уже осы қысымға тәуелсіз болады. Яғни осы елек тәрізді түтікшелердің мықтылығы осы тургорды қысымға қарсы шығады. Нәтижесінде Мюнх тәжірибесі жоққа шығарылды. Яғни дәлелдемеген. Түсінер ме? Сонымен қатар Мюнхтің пікірі бойынша ксилема осы тәжірибеге қатысады деп ойлады, бірақ жоқ. Ксилема бұл флоэма емес. Ол біріншіден қалай қантты тасымалдайды, егер ксилема тек қана суды тасымалдаса. Екіншіден ол өлі жасуша, оның энергиясы жоқ, ол тасымалдамайды. Осы жағдайда өсімдікте тасымалдайды, бірақ жалпы осындай экспериментте қолданылмайды. Міне, сендерде кітапта түсініксіз жазылған, бірақ мен жеңіл түсіндіріп бердім. Енді жалпы флоэма арқылы жылжу жылдамдығы әсер ететін факторлар бұл. Температура, тура солай. Температура артқан сайын тасымалдау артады. Себебі өсімдікке органик заттар одан сайын көп керек болады. Энергия көп керек. Ыстықтан тері бөлінеді, жылынады. Және жалпы 20-30 градус Цельсийде осы аралықта, бұл ортақ температура, осы кезінде бізде жалпы флоэмаға әсер етеді осы температура. Ылғалдылық, біз білеміз, ылғалдылық көп болса, жалпы флоэмада тез өтеді. Ол анабиоздық күй. Анабиоздық күй дегеніміз тыныштық күй. Жоғары сатыдағы өсімдіктер ылғалдылықты өзіне сіңіріп, құрғақшылықта өте көп ұзақ өмір сүреді. Сырқабық, қарапайым сырқабық болады, сол өсімдіктерге көмектеседі. Яғни өсімдіктер бүкіл суды сіңіріп, бірнеше жыл тыныштықта тұрады. Өліп қалады ғой, егер олар құрғақшылықта су іздеп отырса. Сол үшін олар суды бөлмейді. Бұл анабиоздық күй, тыныштық күй. Өсімдіктер ұйқыға кетеді деп. Және қарапайым аюды алайықшы. Аю спячкаға кетеді ғой, бүкіл тамақпен қарнын тойдырып, жердің астынан үңгір жасап, сол жерде жатады бірнеше жыл ұйықтап. Бұл анабиоздық күй, тыныштық күй. Кейбір ағзаларда осындай тыныштық күй болады. Келесі жарық енді фотосинтез. Біз білеміз, фотосинтез жарық көп болса, әрине флоэма мықты болады, белсенді, себебі флоэма кезінде органик зат бөліну керек. Енді фотосинтез не екенін білсеңіз, уже түсінесіз, глюкоза қалай бөлінеді, ал глюкозаны кім тасымалдайды деп ойлап қаласыз. Жалпы жылжу жылдамдығына әсер ететін 3 химиялық элемент бар. Бор, фосфор және калий. Бірақ та калий қосымша бізде потенциалын сақтайды. Судың өзгеру потенциалын, мықтылығын бәрін осы электр түтікшелер көмектесетін осы калий. Калий жақсы, калийді всегда жасуша ішке сіңіреді. Сыртқа никак оны бөлмейді, себебі пайдасы көп. Жатталыңдар: бор, фосфор және калий. Сонымен қатар флоэманы енді әлі толық зерттемеген, алайда оны қазіргі ғалымдардың пікірі бойынша, зерттеулері бойынша флоэма тек қана астыға емес, үстіге де тасымалдайды дейді. Яғни ол ксилемада флоэма өзі ксилеманың бағытымен де жүреді, қарсы бағытымен жүреді, екі бағытта. Мен онымен толық келісемін. Мысалы, қарапайым, егер жапырақта фотосинтез кезінде глюкоза түзілсе, ол барлық мүшелерге беріледі қоректену үшін. Тамырға беріледі, тамырға берілсе астыға кетеді, уже флоэма. Бірақ ол үстіге, мысалы, гүлге, жұмыске, тұқымға берілуі мүмкін, жалпы. Фотосинтез қараңғы кезде де болады, бірақ баяу. Біз сендермен жолшылық биологияда айтқанбыз. Фотосинтездің екі кезеңі бар, 10 сыныпта өтеміз. Ол қараңғы, яғни күн жоқ кезде де өтеді. Мысалы, жарық кезде бізде фотолиз процесі болады, әлі 10 сыныпта өтесің. Энергия, су ыдырайды. Ал қараңғы кезеңде сол ыдыраған су, органик заттар глюкозаға айналады, жинала бастайды, и энергия қор жинайды. Бұл қараңғы кезеңде. Мен қысқаша айттым, алайда біз 10 сыныпта толығырақ өтеміз. Бұл қиындау болады, себебі химия, физиканы көп білу керек, жаттайтын зат көп.
жарайды. Жоқ, фотосинтез жоқ, фотосинтез 11-ші сыныпта. Ал 10-ші сыныпта митохондриядағы энергия, тыныс алу крепістік, ол да қиын зат. Ең қиын тақырыптар осы ғой. Жарайды. Жалпы фотосинтез үздіксіз бесконечно жүре беруі мүмкін, алайда не оны шектейді деп ойласаңыз, әрине ресурс. Егер су, жарық, қысым жеткілікті дұрыс болса, фотосинтез болады. Егер ол болмаса, фотосинтез болмайды. Сол үшін фотосинтез әр күн бола бермейді. Кейбір өсімдіктер кей ғана жағдай болған кезде ғана жұмыс істейді. Ал енді назарыңызға рахмет. Мен сүйікті нәрбіздары видео түсінікті болды деп ойлаймын. Егер ұбт-ға дайындалсаңыз, сабақ БЖБТ-ға дайындалсаңыз, мектепте қарасаңыз, видео қарасаңыз, сәттілік. Менің атым Ерік Әділ, Рибосом КЗ, сізді әрқашан күтеміз. Кітаппен жұмыс жасаймыз. Бұл типа талдау, кітап талдау сияқты. Сәттілік нәрбізім. Біздің Телеграм мен Инстаграм парақшаларына тіркел. Ол жерде өте пайдалы ақпарат көп. Сау болыңыздар. Назарыңызға рахмет.